Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай киімнің сызбасын сызуды қарастыратын боламыз. Ол үшін бізге ең қажетті өлшемдер, осыдан алдыңғы видеода осы өлшемдердің барлығын қалай снимать етіп алуын, қалай өлшеп алуын көрсеткен болатынмын. Жоғары жақтан 10 см төмен түсіп, бізде масштаб линейка мұндағы 10 см төмен түсіп, сол нүктені А нүктесі деп белгілейміз. А нүктесінен төменге қарай, А нүктесінен ары қарай мынандай формула арқылы АБ тең болады 1/2 охват груди қосылған 3 см етіп В нүктесін табамыз. Ол біздің өлшем бойынша охват груди 88-ге тең, 82-ге тең охват груди. Оны 2-ге бөлсек 41, 41-ге 4 қоссақ 44 см. Демек, былай қарай 44 см өлшеп аламыз. Ол нүктені В нүктесі деп белгілейміз. Сонымен төменге қарай АГ тең глубина проймы қосылған 2 см. Төмен түсеміз. Глубина проймы бізде 16, 2 см қоссақ 18 болады. Сөйтеміз да ол нүктеден Г нүктесі етіп белгілейміз. Келесі бізде АТ кесіндісі, ол бізде ДТС1 қосылған 0,5. ДТС1 қосылған 0,5. А нүктесінен алып, ДТС1-іміз бізде 35 см-ге тең. Оған 0,5 қоссақ 35-те 5 болады. 35-те 5. Ол нүктені Т деп белгілейміз. Ол бізде бет сызығының нүктесі болады. Келесі ТБ. Ол бізде талийдан бедроға дейінгі ара қашықтық. ТБ-мыз 25-ге тең. Осы Т нүктесінен келесі жаққа қарай, төменге қарай 25 см қалдырамыз. Бұл біздің бөксе нүктеміз. Келесі нүкте H деп аталады, яғни ол длина изделия. А нүктесінен H-қа дейінгі ара қашықтық. Керекті ұзындыққа дейінгі ара қашықтықты H дейміз. Енді Б нүктесінен төменге қарай осы түзуге параллель етіп созып аламыз да, Г-ні В кесіндісіне қарай сызғандағы пайда болған нүктені Г1, Т-ні сызғандағы пайда болған нүктені Т1, Б-ні сызғандағы пайда болған нүктені Б1 және H-ті сызғандағы нүктені H1 деп белгілеп аламыз. Келесі қадам Г-дан оңға қарай Г2 тең 1 бөлінген ширинасымен қосылған 0,7 см қалдырамыз. Ол бізде 19-да 2-ге тең. 19-да 2 см қалдырамыз да нүкте қоямыз. Енді Г2-ден бұл Г2-ден тағы оңға қарай Г2 көз ширина проймы қосылған 1,7 см, яғни 9-да 7 см. Бұл қол ойығын шығаруға қажет. 9-да 7 см. Бұл нүктеден Г3 шығады. Осы Г2 мен Г3-тің ортасын бөліп, 9-да 7, 4-те 35, тура ортасын бөліп, осындай сызға аламыз. Енді Г2 нүктесін жоғарыға қарай сызып, Г3 нүктесін жоғарыға қарай сызып, сәйкесінше П және П1 нүктелерін аламыз. Осының ара қашықтығы бізде 18 см, 4-ке бөлеміз. 8, 9, 4-те 5 және 4-те 5. Осылай бөліп қоямыз. Енді келесі қадам Т1 нүктесінен жоғарыға қарай Т1Ш деген, яғни Т1Ш длина талии полочки қосылған 0,5 см ұзындықты жоғарыға қарай Т1-ден бастап қалдырамыз. Ол бізде
ДТП-мыз 42-ге тең. Мына жерде 40-42 спорный вопрос болып тұр. Біз 42 деп алдық. 42-де 5-ті жоғарыға қарай қалдырамыз. Яғни Т1 нүктесін ұстаймыз да 42-де 5-ті жоғарыға қарай қалдырамыз. 42-де 5-ті жоғарыға қарай қалдырамыз да ол нүктені Ш нүктесі деп, яғни Ш нүктесі деп белгілейміз. Енді Ш нүктесін солға қарай горизонталь сызып, және мынау Г1, П1-ді жоғары қарай көтеріп, осындай бір нүкте аламыз. Ол нүктені Ш1 деп алайық. Ш1 деп алайық. Енді ахват Ш дейді. Ахват Ш деген мойынның айналым 1/6. Ахват Ш қосылған 1 сантиметр, яғни А1 нүктесінен А нүктесінен солға қарай жылжи отырып, осы арақашықты аламыз. Бұл бізде 6-да 6, яғни мұны жоқтап 7 деп аламыз. А нүктесінен солға қарай 7 сантиметр аламыз. Сөйтеміз да ол жерді А1 деп белгілейміз. Енді Т нүктесінен жоғарыға қарай, Т нүктесінен, яғни осы А1-дің тұсынан өтетіндей, және Т-дан басталатындай, Т сызығынан басталатындай, ұзындығы ДДС2-ге қосылған 0,5 сантиметрге тең болатындай, ДДС2-міз 37 қосылған 0,5, 37-де 5 сантиметр болатындай кезінде қалдырамыз. Сызбай қойып, қалдырғанымызды көрсетіп қоямын. 37-де 5, демек мына жерде. Енді осы шыққан А2 нүктесі деп белгілесек, А мен А2-ні осылай плавно дейді ғой, плавно қосып шығамыз. Енді Т нүктесінен радиусы высота полочки, высота косая дейді, полочки косая дейді, қосылған 0,5 сантиметрді алып, бізде ол ВПК-мыз 38-ге тең. ВПК-мыз 38-ге тең. 38 қосылған 0,5 сантиметрді былай аламыз. 38-де 5 алып, осыны осылай ұстап тұрамыз да. Бұл бізде радиус болады. ВПК қосылған 0,5. Яғни бұл иықтың 50 градусын анықтайды. Иыққа длина плечи қосылған 1,5 сантиметр. Бізде длина плечи 13-ге тең, оған 1,5 қосқанда 14-те 5 болады. Сонда біздің шыққан П2 нүктеміз, мен белгілеулерін қарап алып жатырмын, П2 нүктеміз осы жерде болады. Содан енді осы Г2 нүктесінен бисектриса, яғни бұлай 2 сантиметр қалдырамыз, және мына жердегі ортаңғы нүктемен П2, ортаңғы нүкте Г2 және мына жерде Г4-ті қосатын қол ойығын саламыз. Міне осылайша арттың сызбасы дайын болды. Енді алдыңғы жағын бізде ахват Ш 7-ге тең болған 7 сантиметр, мына жақтан 7 сантиметр қалатындай, бұлай тағы 7 сантиметр болатындай, мынадай доға дейді ғой, доға сызамыз. Сөйтеміз да осы алынған нүктеден солға қарай 4 сантиметр жүріп, төменге қарай 1 сантиметр түсіп, бұның бәрі фиксированный сандар. Мындай бір нүктесімен осы шыққан Ш2 нүктесін қосамыз. Сөйтеміз де высота груди 23 бізде. Высота груди 23-ге тең болатын, бірақ центр груди 7-де 5-ге тең болатын. Бізде центр груди 15, 15-ті 2-ге бөлемізде 7-де 5 болатын. Ара қашықтықтағы нені аламыз? Осындай выточка аламыз. Және бұл жерде айта кететін жайт, ширина груди дейді. Ширина груди 1 және ширина груди 2 дейді. Осы екеуін өлшеп алып, ол екеуінің ара қашықтығы, яғни G деген санымыз, ол ширина грудидан ширина
груди бірді алып тастағандағы және екіге бөлінгендегі сан G1 саны. Ал G деген саны ол осы ширина грудинің екеуінің ара қашықтығы. Ол бізде 8-ге тең болды. Яғни бірінші көз бойынша или немесе мына жерге резинка тағып аламыз да, көз бойынша мынау кеуденің ұшына дейінгі ара қашықтықты өлшеп аламыз. Ол бізде 8-ге тең болды. Енді содан кейін мына екеуінің айырмашылығын алған кезде бізде 2,5 болды. Екеуін өлшеп ара қашықтығын азайтып 2-ге бөлгенде 2,5 болды. Сонымен осы G және G1-ді былай саламыз. Мынау белгіленген нүктені С десек, онда жоғарыға қарай 8 см көтерілеміз де, сол көтерілген жерден G1-ді, яғни 2,5-ді белгілейміз. Жетеміз де осы С нүктесімен көтерілген 2,5 деген нүктенің арасын қосамыз. Арасын 23 см-дей болатындай етіп қосамыз. Міне. Сонда біздің мынау иықтың нүктесі шықты. Иықтың нүктесін бізде P3 деп белгілепті. P3 деп белгілепті. Енді келесі қадам. Жер 3 см деп болып кетті. 2,5 см. Мына жерде кішкене ара қашықтық, жоғарыға барғанда үлкен ара қашықтық болады. Мына жері P3 нүктесі. Енді осы P3 нүктесіне длина плечи қосылған 0,5 см алған 4 см болатындай. Яғни ол бізді длина плечи 13,5-13,5-нан 4 алсаң 9,5 см жүреміз. Оны қалай жүреміз? Оны мынау өлшемі высота ВПК 40, яғни 40-қа, мына жерден Т1-ді ұстап, 40-қа 0,5 см қосу арқылы 40-та 0,5 және ара қашықтығы 9,5 болатындай етіп саламыз. Ол менде тура осымен беттесіп тұр. Әр жағдайда әртүрлі шығады. Ол киімнің өлшеміне қарай, киімнің несіне қарай. Және мына жерде G3 нүктесіне 2 см қосым келіп тұр. Себебі біз макетін жасап қарағанда мына көйлектің осы жерде бір 2 см жетпей тұрды. Мына жерден 2 см бисектрисия жүргізіп, былай қарай 1,5-2 см қосып, осы доғаны былай қосып алдық. Осылай қосып алдық. Міне осылайша алдағы беттің қолы аяғы дайын болды. Енді обхват грудидан обхват талиді алып тастап, оны 2-ге бөлеміз. Бізде обхват грудиміз 82, обхват талиіміз 67. Екеуін азайтатын болсақ 15 см шығады. 15-ті 2-ге бөлсек 7,5 см шығады. Енді біздің мақсатымыз осы жерге осы 7,5 см-ді 7,5 см выточка етіп бөліп шығу керек. Мынау С нүктесінен төменге қарай 4,5 см алып, соңына дейін мен мына жерден 1,5 см выточка саламын. Выточканың көп бола бергені дұрыс, бірақ ара қашықтығы 1,5-нан, яғни екеуінің қосындысы 3 см-ден аспаған дұрыс. Енді 1,5 қосылған 1,5 3 см кетті. 7,5-тен 3-ті алсақ, әлі 4 см-міз бар. Енді мына жерден тағы 1,5 салайық. 1,5 салайық, тағы 1,5, сонымен 6 см кетті. Енді мынау арқаны өлшеп алып, 24, тура 12 тұрған жерін алып, 5-6 см төмен түсіп, осы жерден 1,5 см, яғни 0,7. Мынау выточканың барлық қосындысының өзі 1,5, яғни мына жердің 0,75, мына жер 1,5, 1,5. Осылай выточкаларды распределять бөліп алдық. Негізі, мынау арқаға да, арқа 2 бөліктен тұрса, арқаның ортасына да 1 см выточка салуға болады. Бірақ ол бізге қазір қажеті жоқ. Сонымен
келесі қадам обхват грудидан, обхват бедродан, обхват грудиді аламыз да екіге бөлеміз. Обхват бедро 88, азайтылған 82 бөлінген 2. Сонда ол бізде 6. 6-ны 2-ге бөлсек 3 см. Мына жерден бұлай қарай 3 см шығамыз, бұлай қарай 3 см шығамыз. Сонда мынау біздің артқы бөлік, көйлектің артқы бөлігі. Мынау үстіңгі көйлек немесе основа ғой, артқы бөлігі. Мына жерден 3 см шығып, осылай былай кетсеңіз де болады, немесе көйлек моделіне қарай әрқилы өзгеріп отырады. Демек, мынау бізде артқы жағы. Ал мынау бізде алдыңғы жағы. Сонда мына жерді қиылысқан жерді қосып отырасыздар ғой кейін. Міне осылайша көйлектің сызбасы дайын болды.